Hayırlı kun. Bugungi sabağımızda biz Şamşı Qaldayev atamızın arış жағасында, yani boyunda arыстың әнін үйренетін боламыз. Birinci tartib öteyim. Енді бұны ең бірінші үйренмей жатып, біз бұның қағыстың жақсылап үйреніп алайық, яғни ырғағын темп. Бұның қағысы былай болады. 2 рет төмен, 1 рет жоғары, және төмен жоғары. Ол былай. Бірінші осы қағысты көп рет қайталап алыңыздар. Тағы да көрсетейін. Төмен, жоғары, осы қағыс. Осын қайталаймыз. Төмен, жоғары. Өйткені бұл әнде бізде көп кездесетін осы қағыс болып табылады. Енді кеттік. Ең бірінші біз астыңғы шекте екінші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен үсті ашық 0. Төмен тартамыз. Келесі 2-де 2. Баспаным төмен. 2 рет төмен жоғары. Келесі 3-де 2. Төмен жоғары. Қосамыз. Жаңа айтқан қағысымыз шықты. Арғарай 0-де 0. 2 рет төмен. 2 рет төмен 0-де 0. Және 3-де 2. Бұлай. Бас бармақпен емес, 2 саусақпен ұстаймыз. 3-ті үстіңгі шекте, және астыңғы шекте 2-ні бірінші саусақпен. Осы жоғары. Қайтадан 0-де 0, 2 рет төмен жоғары. Және 2-нің өзі үсті ашық. Осы жерде жаңа қағысты 2 рет ойнаймыз. Бұл бірінші қатар. Осыны қайталаймыз. Екінші қатары дәл осы қайталанады. Сонда біз бұны 2 рет ойнауымыз керек болады. Енді келесі бізде үшінші қатары қайтадан екінші пернемен басталады. Үсті 0. 1 рет төмен қағамыз. Және келесі 5-ке түсеміз. 2 саусақпен 5-ші пернеге түсеміз. Және осы жерде бағана қағысымызды ойнаймыз. Бірінші қағысымыз мына жаққа кетеді. Және мына жерде алма кезек 4 рет ойнаймыз. Бірге ойнауымыз керек, бөлмеуіміз керек. Және тағы да осы жерде төмен, жоғары, төмен 4 қағыс. Және соңғы жоғары қағыс 3-ке барамыз. Осын қосайық. Келесі екінші пернеге барамыз. 3 рет төмен, жоғары. 0-де 0, 2 рет төмен жоғары. Және бізде және 2-де 3. Яғни астыңғы шектегі 2, бағана айтқанымызда, және үстіңгі шектегі 3. Осы жерде 2 рет қағыс ойналады. Бағана үйренген. Осыны қосайық енді. Осымен бізде үшінші қатарымыз аяқталады. Енді байқағандарыңызды біз бағанағы төмен, жоғары қағысты әр пернеге бөлініп ойналады. Сол үшін бір пернеде, бір пернелерде бір нотада жоғары қағыс бүресі қалып кетеді, бір кезде төмен басталып кетеді. Сол үшін соған жақсылап мән беріп,
бірге қосып тарту керек. Сол кезде ғана оның әуені шығады. Енді келесі 4-ші қатар 0-ден 0, яғни ашық. 2 рет төмен. 2 рет төмен тарттық. Және келесі 3 бізде 3-ші перне астыңғы шектегі, бұл жоғары. Және 2-ге барамыз, бірінші саусақпен төмен жоғары. Жағы 5 қағысымыз бұл біздің. Бірақ бөлініп 3 пернеде басылып тұр. Қоссақ осындай дауыс шығу керек. Енді келесі 0-ден 0 қайтадан 2 рет төмен. Және 3-те 2. 3-те 2 жоғары тартамыз, қосамыз осы жерге. Және 2-де 2 төмен жоғары. Және 2-нің өзі 10 қағысымен алады, бағанағы. Байқағандарыңызда жаңағы мен айтқан қағыс көп қайталанып жатыр. Сол үшін сол қағысты жеке өзін ешқайсысын баспай көп қайталаңыздар. Осымен бізде 4 қатары бітеді. Енді келесі бізде қайырмасы. Әніміздің қайырмасы. Енді келесі бізде қайырмасы 2 астыңғы шекте төмен және 7-те 8. Осы жерде 3 рет тартамыз бағана қағысты, яғни 15 қағыс 7-те 8. Бірінші қағысымыз нәпе кетті. 3 рет тарттық, бірақ бірінші қағысымыз 2-де қалды. Төмен. Келесі 5 бізде. Төмен 1 рет. 5. Және 3 төмен жоғары 2 рет. Және 2 төмен жоғары. Және 5-те 5 4 рет. 5 рет. Жаңағы қағысымызбен. Енді осыны тартайық. Тура мына жерде 7-те 8-де тартқан сияқты, бұл жерде де 15 қағыс болады екен бізде. Яғни жаңағы қағысымызды 3 рет қайталаймыз. Енді осы қайырмасын қосып көрейік, қайырмасын қатарын. Енді келесі бізде 3-те 5 төмен 1 рет. Және 5-те 5 төмен жоғары. Және 7-те 5 төмен жоғары төмен төмен. Төмен жоғары төмен төмен. Яғни біздің 2 төмен жоғары қағыс ол алдыңғы 5-те 5-тің қағысы, соған қосылып кетеді. Сонда бұлай болады. 3-те 5 төмен, 5-те 5 төмен жоғары, және 7-те 5 төмен жоғары. Осы бірге қосуымыз керек осы 5 қағысты. Ары қарай тағы да төмен төмен. Төмен төмен 7-те 5-те болды 2 қағыс төмен төмен. Және 5-те 5 жоғары, және 3-те 5 төмен жоғары. Және 2-ден 0-ге келеміз да 2 рет 10 қағыс қағамыз. Яғни бағана қағысымыздың 2 рет. Одан кейін соңғы қатарымыз біздің ол 0-ден 0 басталады, төмен, және 3 2 саусақпен төмен жоғары. Және 2 төмен жоғары, 0-ден 0. Келесі қайтадан 0-ден 0. Бұл жерде төмен төмен 2 рет тартамыз бұл жолы. Және 3-те 2 жоғары, 2-де 2 төмен жоғары. Осы 5 қағысын қосамыз. Және 2-ден 0 2 рет. 10 қағыс. Қағысымыздан 2 рет. Осымен біздің әніміз бітеді. Және соңындағы 2 қатарды қайталаймыз.